Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Ақгүл Абдуллаева. Бүгін сіздермен осындай керемет беляши дайындап үйренетін боламыз. Беляши дайындау үшін сүтімізді осылай алдын ала жылытып аламыз. Оның үстіне қантымыз бен ашытқымызды бірден салып жібереміз. Және де барлық өлшенген ұнымыздың шетінен 1-2 ас қасық үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 10-15 минут өткеннен кейін қалған ұнымыздың үстіне тұзымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз, еріген сармайымызды саламыз және жаңағы қойған 10-15 минутқа қойған апарамыз мінекей осылай дайын болады. Соны үстіне барлығын құйып жібереміз. Енді осыны жақсылап жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қамырымыз илеу барысында ұнымыз аз сияқты көрінеді қыздар. Бірақ та оған ұн қоспаңыздар, осылай үстелдің үстіне жақсылап оны аунатып отыру арқылы бір 5-10 минуттай шамамен аунатыңыздар. Сонда қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Мінекей жаңағы қамырымыз қолға жабыспайтын болып шықты. Енді осыны табаға салып, үстіне бір ас қасықтай сұйық майды барлық жағына жағып шығамыз. Және де оның бетін жауып, толығымен көтерілгенше күтеміз. Қамырымыз көтерілгенше оның начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай құрғақ табаға 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Көп құюдың қажеті жоқ, майлы болып кетеді. Енді осының үстіне уақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Мінекей қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне қара бұрыш саламыз. Қаласаңыздар қызыл бұрыш салсаңыздар да болады. Пиязымыз жақсылап қызарып қуырылды. Енді осыны бір ыдысқа салып аламыз. Начинкамызды дайындауды жалғастырамыз. Ол үшін бізге осындай жартылай майлы фарш қажет болады. Соның үстіне жаңағы қуырылған пиязымызды саламыз. Және қалауымызша тұз саламыз, бұрыш саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын қыздар. Енді қамырымызға көшейік. Мінекей қыздар, қамырымыз жақсылап көтерілді. Осы көтерілген қамырды енді бірдей етіп, шамамен 80-100 граммдай шамасында бірдей етіп дөңгелектеп бөліп шығамыз. Беляшиімізді түйуге кірсек қыздар, ол үшін бізге керек бір бөлігін аламыз. Қалған бөліктерінің бетін жауып қойымыз қажет, өйткені қамырымыз кеуіп кетуі мүмкін. Қамырымыз өте жұмсақ және де оған ешқандай ұнды қосудың қажеті жоқ. Мінекей осылай оқтаусыз қолмен жайып шықсаңыз да болады. Жайған кезде видеода көріп тұрғаныңыздай шеттерін басыңқырап жайсаңыздар жақсы. Енді дайындап қойған начинкамыздан бір қасық саламыз. Беляшиімізді түйейік. Ол үшін бізге осылай бір шетін ұстап тұрамыз да, екінші шетін соған қосамыз. Қосқан кезде қыздар қаттырақ қысқандарыңыз жақсы. Сол кезде ашылып кетпейді. Міне осылай барлық жерін бір-біріне түйістіріп, осылай қосып шығуымыз қажет. Мінекей бірінші түйілген беляшиіміз дайын. Енді қалған бөліктерінде дәл осылай түйіп, бір шетке тізе берейік. Барлық беляшиларды түйіп болды қыздар. Мінекей қараңыздар, орналастырған кезде екі жағына целлофан қойып, бетін матамен жауып орналастырыңыздар. Енді қуыруға кірсек, майымызды қыздырып аламыз, бірақ қатты қыздырмаңыздар қыздар, жартылай қызып тұрғаны жақсы, өйткені қатты май қызып кетсе, беляшидің сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін.
Қуырған кезде алдымен белешегіміздің түйілген жағынан бастаймыз, яғни майға осылай төңкеріп саламыз. Бір жағын қуыруға шамамен 4-5 минуттай кетеді. Мінекей осылай қызарып қуырылды. Енді барлығын аунатып екінші жағын қуыруға кірісеміз. Екінші жағын қуыру барысында түйілген жерлерін, яғни осындай ашық тесіктерінің ішіне қасықпен осылай май құйып тұруымыз қажет. Өйткені ішіндегі фаршы піспей қалуы мүмкін. Бұл жағында шамамен осылай 4-5 минуттай қуырамыз. Осымен біздің өте жұмсақ, дәмді белешеларымыз дайын. Мінекей қараңыздар, іші пісіп шығады, уайымдамаңыздар. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.